76 сабақ бірінші тапсырма. Сурет бойынша бөлімді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді дейді. Біз мына жерде әр 3 қатардан 3-4 бұрыштан 5 қатар көріп тұрмыз. 1, 2, 3, 4, 5. Алдымен осылардың барлығын қосып шығамыз. Мінекей. 3-ті 5 рет қоссақ 15-ке тең. Енді осы сурет бойынша бөлімді құратын болсақ 15 бөлінген 5 тең 3. Яғни бұл нені білдіреді? 5 қатарға 3-4 бұрыштан бөлініп тұр. Мінекей. Көрдіңіз ғой, Келесі бөліндінің мәнін азайтумен есептеп шығар дейді. Мінекей. 4 бөлу 2 тең азайтумен есептейтін болсақ, 4 азайту 2 азайту 2. Яғни 4-тен 2-ні 2 рет азайтып тұрмыз, сол кезде 0 шығады. Келесі 10 бөлу 5. 10 бөлу 5 дегеніміз 10 азайту 5 азайту 5. Яғни 10-нан 5-ті 2 рет азайттық. 10 бөлу 5-іміз 2-ке тең. Мына жерге 0 жазамыз. Келесі 14 бөлу 7 дегеніміз 14 азайту 7 азайту 7 тең 0. 14-ті жеке бөлсек 2 шығады. Яғни 7-ні 2 рет азайтып тұрмыз. Келесі 24 бөлу 6 дегеніміз 6-ны 4 рет азайтамыз. 0 шығады. 24-ті 6-ға бөлсек 4 шығады. Келесі 6 бөлу 3 дегеніміз 3-ті 2 рет азайтамыз, 0 шығады. 6 бөлу 3 дегеніміз 2. Яғни 3-ті 2 рет азайтамыз деген сөз. 12 бөлу 6 дегеніміз 12 азайту 6 азайту 6 тең 0. 16 бөлу 4 дегеніміз 16-тан 4-ті 4 рет азайтамыз, 0 шығады. 36 бөлу 9 дегеніміз 36-дан 9-ті 4 рет азайтамыз, тең 0. 36 бөлу 9-ымыз 4-ке тең, яғни азайту бойынша жазатын болсақ 9-ті 4 рет азайтамыз деген сөз. Тапсырма әр суретке сәйкес бөлінді құр және жаз дейді. Мына жерде 1, 2, 3 қуыршақтар, 4 қуыршақтар, мына жерде 4 қуыршақтар, мына жерде 4 қуыршақтар. Яғни барлығы бізде 12 қуыршақ тұр. Енді бөлінді құратын болсақ, біз неше қатар көріп тұрмыз? 3 қатар көріп тұрмыз. Демек, 12 бөлу 3 тең 4 деп жазамыз. Бұл дегеніміз 12 қуыршақ 4-ден 3 қатарда тұр. Мінекей. Келесі бізде ата мен әженің фигурасы, 1, 2, 3, 4. 4 қатар 2-2-ден. Бөлінді құратын болсақ, барлығын санасақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ді біз 4-ке бөлеміз. Себебі 4 қатарда тұр. 8 бөлу 4 тең 2. 4 қатарда 2 фигурадан тұр. Келесі бізде балалар 1, 2, 3, 4, 5. 5 баладан 3 қатарда тұр. Барлығын бізде қоссақ 15 болады. Сонда біз бөлінді құратын болсақ 15 бөлу 3 деп жазамыз. 15 бөлу 3 тең 5-ке. 15 бала 3 қатардан 5 бесеуден тұр. Келесі аюлар 1, 2, 3, бізде 3-ден 4 қатарда тұр. Барлығы бізде 12. 12 бөлу 4 тең 3 дейміз. 12 аю 4 қатарға 3-3-ден тұр. Түсінікті ғой, Келесі теңдіктегі оққа 8 бөлу 4 тең 2 бөлу амалының компоненттерін ата. Бұл жерде 8 бізде бөлінгіш, 4 бөлгіш, 2 бөліндінің мәні. Бөлінгіш 8 бөліндінің мәнін 2-ке бөл, мәнін 8 саны 2-ден азайта отырып тап дейді. Яғни 8 бөлу 2 тең 4 деп алатамыз. Азайтып табатын болсақ, 2-ні 4 рет азайтамыз, солда 0 шығады. Келесі бөліндінің мәні 2-ні бөлгіш 4-ке көбейтіні қосумен алмастырып мәнін тап. Яғни 2 көбейту 4 тең 8. Қосумен алмастыратын болсақ, 2-ні 4-тен қосамыз, сол кезде бізде 8 шығады. Мінекей 3-ші тапсырма осылай орындалады. Егер бөлгішті бөліндінің мәніне көбейтсе, онда бөлінгіш шығады. Егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда бөлгіш шығады. Келесі 4-ші тапсырма. Есепті оқа сызбасын салып, оны шығар дейді. Мұғалім 18 баланы бірінші топқа бөлді. Сонда әр топта 6 баладан болды. Мұғалім балаларды неше топқа бөлді дейді. 6-6-дан баладан болса, бірінші топта 6
6 бала болса, енді бізде демек 12 бала қалады. Екінші топта тағы да 6 берсек, бізде 6 бала қалады. Мінекей, сонымен үшінші топта 6 бала қалады. Демек, бізде бұл жерде 18-і 6-ға бөлеміз. Енді шартын жазатын болсақ, бала 18, әр топта 6 баладан неше топ сұрақ белгісі. Шешуі 18 бөлу 6 тең 3. Жауабы, мұғалім балаларды 3 топқа бөлді. Берілген өрнектерден тура теңдіктер құр дейді. Алдымен шығарып алайық. 4 көбейту 2 тең 8. 8-ді 4-ке бөлсек 2 шығады. 11-ден 9 азайтсақ 2 шығады. 24-тен 16 азайтсақ 8 шығады дейді. Осы берілген өрнектен тура теңдік құратын болсақ, бізде 8 бен 8 бірдей, осы екеуін аламыз, және 2 мен 2 бірдей жауап шығып тұр, осыны аламыз. Демек 4 көбейту 2 тең болады 24 азайту 16-ға. Яғни мына жерден де 8 шығып тұр, мына жерден де 8 шығып тұр. Келесі 8 бөлу 4-іміз 2-ге тең, ол тең болады 11 азайту 9-ға. Яғни мына жерден де 2 шығып тұр, мына жерден де 2 шығып тұр. Тапсырма. Қазақша күреске бір ауылдан 15 бала, екінші ауылдан 18 бала қатысты. Бірінші күні жарыстан 12 бала шығып қалды. Жарыста неше бала жалғастырды? Мінекей, бірінші ауылда 15 бала, екінші ауылда 18 бала. Шықты 12 бала, жалғастырды. Сызықша сұрақ белгісі. Шешуін табу үшін біз 15 пен барлық бала сан тауып алуымыз керек. Яғни 15-ке 18-ді қосамыз, және одан шығып кеткен балалар санын азайтамыз. 15-ке 18 қоссақ 33, 33-тен 12-ні азайтсақ 21. Сонда ойынды жалғастырды. Жауабы 21 бала. Төртбұрышның орнына тиісті санды қой дейді. Яғни 24 азайту. Бірінші бізде 24, 24 азайту 6, яғни 4 рет азайтсақ 0 шығады. Бұл жерде 24 бөлу 6, төртбұрышның орнында 4. Яғни 24-тен біз 6-ны 4 рет азайттық. 4 көбейту 6-мыз біздің 24-ке тең, 24-ті 4-ке бөлсек 6-ға тең. Келесі, енді 35-тен біз 0 шыққанша 7-ні азайтамыз. Себебі, мына жерде мінеке 35 бөлу 7 деп жазылып тұр. 1, 2, 3, 4, 5 рет азайтамыз, сонда 0 шығады. Келесі төртбұрыш, яғни 35 бөлу 7 тең 5-ке тең. 5-ті 7-ге көбейтсек 35-ке тең, 35-ті 5-ке бөлсек 7-ге тең болады. Тапсырма. Бірліктерін қосқанда 15, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, 2 таңбалы қосудың 3 қосындысын жаз, олардың мәнін тап, қосуды азайтумен тексер. Яғни бірліктерін қосқанда 15 болу керек. 3 қосынды жазамыз, яғни мен 9 бен 6-ны алдым. 9 бен 6-ны қосқанда 15. Дұрыс па? Сосын ондықтарын қосқанда бір таңбалы сан шығу керек. Ондықтары 4 пен 2. 4 пен 2-ні қоссақ 6 шығады. Бір таңбалы сан шығып тұр. Осылай бірінші қосылғышта алдым. Екінші мен 8 бен 7-ні алдым. 8 бен 7-ні алсақ 15-ке тең, яғни бірліктерін қосқанда 15, ондықтарын қосқанда бір таңбалы сан шығып тұр. 1 мен 5-ті қоссақ 6, бір таңбалы сан шығады. Келесі 39 бен 46-ны алдым, яғни бұл жерде бірліктері 9 бен 6 қосқанда 15 шығып тұр. Ондықтары 3 пен 4 қосқанда 7 шығып тұр. Сонда бірінші 49 қосу 26 тең 75-ке тең. Екінші 18 қосу 57 тең 75-ке тең. Үшінші 39 қосу 46 тең 85-ке тең. Қосу азайтуымен тексеретін болсақ, 75-тен 20-ны алтын азайтсақ 49-ға тең, 75-тен 57-ні азайтсақ 18-ге тең, 85-тен 46-ны азайтсақ 39-ға тең.